2022 жылы сол қаңтарда үлкен митингтер басталғанда площадьта болдым. Үй алыс болса да, связь болмаса да барып жүрдім. 2 күн, 3 күн подряд сол атыс бізді атып қудалауы басталғанша сол жақта болдым. Бұл кезде қалай болды? 3-4 уже адамдар жиналып, адамдар көп шыға бастағанда бір сенім пайда болды. Ол Қазақстанда міне көтерілдік, шықтық мирный митинге. Енді бұл бір өзгеріс болады-ау деген үміт болды. Ол үміт 2-3 күн жалғасты. 2-3 күннен кейін террорист деп бізді шығарды. Содан кейін менде басталды. Содан кейін өте көп қысымдар басталды. Шақырады, видеоларға түскенсің, оружейный магазиндар тонағансың дегендей. Содан кейін осы қаңтар уже соңғы не болды. Мен түсіндім, что пока біздің мемлекетте порядок болмайынша мен бұл жақта тұра алмаймын деп. 9 ноябрь 22 жылы біз Қазақстаннан ұшып кеттік. Америкаға келдік.